Естеріңізде болса, 2021 жылы бір топ әншілер әлеуметтік желіде лотерея ойынын ойнатып, оның арты дауға айналған еді. Өнер адамдарына алданып жәбір көрген халықтың арызы бойынша сол кезде қылмыстық іс қозғалған. Одан бері міне 3 жыл өтті. Жәбірленушілердің қорғаушысы Тілеужан Кішкенебаевтың айтуынша, осы іске жауапты тергеуші әлі күнге дейін мүлде тергеу беттестіру амалдарын жүргізбеген. Біздің арнамыздан көмек сұраған жәбірленушілердің өтінішімен қазір Медеу ауданының прокуратурасына келдік. Тергеушілердің әрекетсіздігіне байланысты прокуратура не айтады, қандай шара қолданады, білуге тырысамыз. Қазір осы істің басы қасында жүрген адвокат Тілеужан Кішкенебаевтың өзінен де анық-қанығын сұрап көрейік. Бізбен бірге болыңыздар. Біз Медеу ауданы прокуратурасына келдік. Бұяққа келген себебіміз біздің екі бірдей қылмыстық ісіміз бар. Яғни біреуі 19-да, біреуі 20-да қозғалған. Яғни 20-дағысы өнер адамына алданған, әншілерге алданған қаншама халықты мен қорғап, мүддесін қорғап, осы полиция басқармасында, полиция басқармасының жанында бөлімшесінде екі бірдей қылмыстық ісіміз болған. Сол ісіміз созбалаңы салынғасын біз Медеу ауданы прокурорына осы апрель айында, сәуір айында орынбасарымен кездескенбіз. Орынбасары осы істі өзінің қадағалауын аламыз, бір ай уақыт беруін сұраған. Енді қазір сол бір ай емес, 4 ай болды. Ешқандай тергеу нәтижелі болып жатқан жоқ, ешқандай тергеу амалдары жүрген жоқ. Қаншама тергеушінің атына өтініш хаттар жіберіп жатырмыз. Жауап алуды, қосымша жауаптарды, беттестіру әрекеттерін жасауды өкінішке орай, прокуратура тарапынан да, тергеуші тарапынан да біздің өтініштеріміз әлі күнге жүзеге аспай жатыр. Біз енді 4 ай бұрын келгеннен кейін прокурор уәдесін берген болатын. Сол не себептен уәдесі орындалмаған үшін біз қазір Медеу ауданы прокуратурасы келіп, осыны анық-қанығын білу үшін келдік. Егер де орынбасары жаңағы ешқандай қолынан әрекет келмейтін болса, онда прокурордың өзінің қабылдауына кіреміз. Прокурорға да осы жайттардың бәрін ескеріп айтатын боламыз. Біз бұған дейінді кезекшіде де болдық, орынбасарда да болдық, осыдан 4 ай бұрын. Бірақ ешқандай мәселем шешілмеді. Соған байланысты біз прокурордың өзіне келіп тұрмыз. Жаңа кірген кезде айтқам, ескертіп келіп тұрғанымызды. Қылмыстық істер бойынша. Қылмыстық істеріміз бар. Екі қылмыстық ісіміз бар. Алатау Медеуский робта да бар, робыда да бар. Номер қылмыстық істің нөмірін бар ма? Бар. 23-89. 23-89. Шылар баяндаңыз, прокурордың өзі қабылдауға бізді шақырсын. Біз келдік жаңа ескертіп айтқанбыз прокурорға. Постоянно келеміз, прокурор өзі болмайды. То жиналыс, то анау дейді. Енді келді ғой енді, айтар енді. Біз ылғидан прокуратураға келгенде мына халықтың жанайқайын жеткізу үшін келеміз. Біз жаңағы моды көрсету үшін, немесе жаңағы бір оқырман жинау үшін келмейміз. Тоны көбісі теріс түсініп отыр. Қазір мен әлеуметтік желіде TikTok парақшамда осындай жаңағы прокуратураның органның жаңағы біз туралы неше түрін айтып отқандарын естіп отырмыз. Бірақ олардың бәрі жаңағы құзыретті органның жаңағы алдын ала тағайындаған адамдар деп айтқым келеді. Біз халықтың мұқтажын, мұң-мұқтажын жеткізу үшін прокуратураға жетіп отырмыз. 2019-да қылмыстық ісіміз бар. 2020-да қылмыстық ісіміз бар. Екі бірдей қылмыстық ісіміз бүгінгі күнге дейін жауап тауып жатыр. Ешқандай қозғалмай жатыр. Бірақ тергеушіге біз өтініш хат жіберген кезде тергеуші біздің өтінішімізді қанағаттандырады. Тергеу амалдарын жүргіземін, беттестіру әрекеттерін жасаймын дейді. Бірақ өкінішке орай бірде-бір тергеу амалдарын жасаған жоқ. Бірақ өтініш қанағаттандырылып жатыр. Бірақ осының барлығы Медеу ауданы прокуратурасы біледі. Қанша рет ескерту жасадым. Мына прокурордың орынбасарына талай қабылдауына келіп, осы мән-жайдың бәрін айттым. Міне орындаймын, өзім қадағалап аламыз дейді. Бірақ баяғы жартас сол жартас ешқандай да тергеу амалдарын қадағалап жатқан жоқ. Прокуратура тарапынан ешқандай жұмыс жасап жатқан жоқ. Деламыз қақта екенін білмейді, не болып жатқанын да білмейді прокуратура. Сондықтан мен қазір прокурордың өзіне тағы келіп тұрмын. Көреміз қазір не болып жатқанын істейміз. Келе жасамам жұмысына. Қалай? Мақсұлы? Әке.
Düşün mü? Қайда болмаса? Olmasa. Ha, ülkede sizde buldum. Hayır, түсінбейді. Çok ülkede sizde buldum o sizden kabuldamakta. Dürüst mü? Bulacaklar. Иә. Сол кезде болдық қой. Сол кезде сіздер уәде бергенсіздер. Анау тергеуші маған бір ай уақыт берді. Ең болмағанда бір ай уақыт бер маған деді. Журналистердің жұмысына кедергі жасамай ақ қой, босқа қазір абыройсыз қалып қоясың. Олар кедергі жасамай, өзім сөйлесіп отырмыз кәдімгі жұмысымды. Мен баяндаймын. Біз артық біздің әйтеуір өткен жоқ бұл жерде. Айтсаңызшы енді. Сіз өткенде сіздің қабылдауыңызда болды. Иә. Өзің қабылдадың. Қандай істер? Иә, журналистер кіргізбей ақ өзің кештерді кірді. Сіз тергеушімен тікелей эфир жаңа байланысқа шықтыңыз. Ненің медиатор оптың тергеушінің бастығымен. Ол сізге бір ай уақыт бермей адам табу үшін деді. Апрель айында біз келдік. Міне қазір августтың аяғы. Кім бойынша? Екі дела болды сізде. Дела номерін де білмейсіздер ғой міне уж. Значит, біз кеткеннен кейін дела қалған бар жерде. Бұл жаттап алатын уақыттарың болды ғой сіздердің. Сіздердің жаттап алатын уақыттарың болды. 2019-дан бастап міне. Өткенде тергеу сотында деланы әкеле алмады. Бұл жерде шыжбыз жоқ прокуратура деланы таппай жүрді. Одан кейін бір жылдан кейін табылды дела. Өтініш хаттар жіберіп жатырмыз, беттестіру әрекетін жүргізуді. Бірақ өтінішіміз қанағаттандырылады. Бірақ өкінішке орай бірде-бір тергеу амалдарын жүргізіп отқан жоқ. Қадағалап отқан жоқсыздар. Медеудан прокуратурасы қайда қарап отыр, мен түсінбеймін. Бұндайдың нешеуін жібердік? Мынаның бәрі өтініш хаттар қанағаттандырылған бәрі. Беттестіру сұрай берген, иә қанағаттандырылған. Тергеу сотымен қанша рет мен шағымдар бердім. Тергеу сотымен қанағаттандырылып, талай тергеушіге жеке қаулылар шығарылған. Одан кейін прокурор тәртіптік іс қозғаған тергеушіге. Бірақ өздерің қозғайсыңдар, өздерің қадағаламайсыңдар, өздерің білмейсіңдер, бейхабарсыздар. Келсе тағы айтасыңдар, келді, бүйтті, сөйтті дейсіңдер. Міне қазір мынау 2020-да қозғалған артистерге алданған халықты қорғадым. Осы бойынша қанша исполкқа жеке қаулы шығарып, прокурор тарапынан талай тәртіптік іс қозғады. Сонда сіздер өздерің қозғайсыздар да, өздерің қадағаламайсыздар, сондай болып отыр дела. Бұл қашан сіздер жұмыс жасайсыздар? Бір ай уақытты тергеуші наглым образом соған бердіңіз. Бірақ бір ай емес 4 ай болды ғой енді. Деген бар ма сіздерде кішкене қарасаңыздаршы. Адам сияқты алдыңа келіп қабылдауыңда болдық, сөйлестік. Енді қазір тыңдаймыз ғой, не істейміз. Сонда сіз одан кейін мен кеткеннен кейін сіздер сонда бұл қадағалап Жоқ, бізде енді менің көмекшілерім бар. жазып алдыңыз бәрі. Қызметкерлерім. Жазып алғаннан кейін мен ойладым, кәдімгідей сіз жазып алғаннан міне қазір жазып албадыңыз. Мен ойлап тұрмын сіз жазып алып тексереді екен деп. Сонда сіз мен кеткеннен кейін Это Избол сюда позови-ка. Ну, Изболов там. Ажакты ровда ғой. Мынау ровда да. Өзі айналдыра екі-ақ дела ғой. Соны әрқайсына 3 жылдан 4 жылдан ұстап отырсыңдар. Прокуратура жұмыс істемей тұр ғой. Прокуратура жұмыс істесе, мойын жылып алуға болатындай тергеушілерді. Бірісі прокуратураның немұрайын қарап отқандар өздерінің жұмыстарына. Кіри. Давай, айтшы, мынау бойынша не істеп жатсың? Бұл кісі кім болады? Изболов. Таныстыршы өзіңді. Тергеушім Темірлан болды есімі. Темірлан ба? Исполов ба? Танимыз. Иә. Не істеп жатсың? 5 жыл болды сенде 4 жыл болды мына дела сенде жатқан. Менде жатқан 4 жыл болған жоқ. Сен мен өтінішін бәрі қанағаттандырып жатсың. Міне, мен қазір қашып келіп саған алдыға лақтырамын қазір. Керек болса. Маған бұл деланы 2022-нің аяқ жағында, жоқ 2023-нің басында берді ау. Мен қазір 22-ден бастап сенің өтінішіңді қанағаттандырып берейін ба сізге? Мен тергеу өткеннің өзі 22-нің аяғында ғана. Қай уақытта өткен? Қатайсыз отырсыз. Қазір мен сізге. Несі бар? Қандай? Мынау қайсысы қыз? Шағымды қанағаттандыру туралы 2022-нің ақпанында бергенсіз міне. Мынаны қай тергеуші берді мынаны қазір? Бұл прокурордың өзі, иә, қазір. Өтініш хат қанағаттандыру есі болып дейді. 2022-де шілдеде мына бергенсіз. Сіз айтады 22-нің аяғында кірдім дейсіз. Көрдім бе? Міне есі болып саған 22 жыл тамызда жеке қаулы шығарып сіздің іс әрекетіңізбен тергеу сотымен. Білесіз ба? Осы бойынша бір шара қолданды ма сізге? Әлде тергеу сотының қаулысы жетер жеріне жетпей қалды ма? Міне 12 тамыз күні сіздің іс әрекетіңіз заңсыз деп танылған сотпен, тергеу сотымен. Мына жерде отырып алып, маған 22-нің аяғында келдім дейсің. Сен тамыз айында сонда кім беріп жатыр? Шілде айында кім беріп жатыр? Қанағаттандырып. Алған жоқ па?
Сіз өтінішімді бәрі қанағаттандырып тұрсын. Ана әртістермен беттестіріп жүргізуді. Маусым айы 22. Сонда сіз қай кезде айттыңыз? 22 аяғында кезде. Бұнда істей алмайтын болғаннан кейін. Бұл дела не қызығып жабысып отырсың бұл дела? Бана айтшы соны. Кім жабысып отыр? Енді сіз 2022-ден бері алдың ғой өзің өндірісіңе. 2022, 2023, міне 24-ке 3 жылдан бері бір тергеу амалдап жүрген жоқ. Дауысыңыз көтермей-ақ қойыңыз ақыршы. Сіз қалай көтерген? дауысыңыз көтермей-ақ қойыңыз, мен сізбен толымды көрсетіп тұрған жоқпын. Мен сізден тергеушісің. Сіз қорғаушы. 3 жылдан бері бір тергеу амалдап жүрген. Жоқ, сіз қорғаушысыз ба? Иә. Қорғаушы өзіңіздің міндеттеріңіз бар ғой, онда толыңызды көтермеңіз, мен сізді алдым. Қалай міндеттемең ба? Мен не істеу керек еді? Бетіңді сипап тұрғым келіп пе жерде? Сөйлеуге болады, дауысын көтеріп сөйлейсіз. Онда сіз Хорошо. өтінішті қанағаттандырдың ба? Неге істемейсің оны? Айғайламаңыз сөйтіп. Жоқ, өтінішті қанағаттандырып. Айғайламаңыз, провокация жасамай қойыңыз, қаршы. Жойын сіз маған жауап берсек, не үшін істемей тұрғанын ешкім хотя бы білейін. Тұра тұрыңызшы, мен өзім... Жоқ, жауап берсін де өзі. Сәйттің жауап беруге шақырып тұрды. Айқайламасаңызшы енді, жай сөйлесеңізші. Өз үйінде емессіз ғой. Жойын 3 жылдан бері не үшін істемей жатқанын Айқайламай, жай сөйлесеңізші. мен солай сөйлеймін мен, өйткені сондайға жеткізіп отырсыңдар. Керек жоқ. Мен бір рет кездескен жоқпын сен осы уақытқа дейін. Жарайды, қанағаттандырып жатыр, істейді шығар деп келдім. 3 жылдан бері. Мен сізді естіп тұрмын, айғайламай қойыңыз, қаршы. Жоқ, не үшін істемей жарайды жақсы. Жай сөйлеймін. Не үшін істеп? Мен жауапкершісіз енді жай сұрап тұр ғой, не болды сон енді? Қатай болды ғой. Енді ана 2 адам ұсталмаған, қазір айтып отырмын, жеке тапсырма берілген, бірақ адамдар ұсталған жоқ әлі. 4 жылдан бері, 3 жылдан бері ма? 3 жылдан бері менде болған жоқ, тағы бір қайталап айтамын сізге. 2022-ден бері, 2022, Енді жарайды, ол жылда тергеуші ұстамайды, жедел уәкілдер ұстайды, дұрыс па? кім іздеп жүрсің? 2 жылдан. Мен іздеп жүрген жоқ, мен жеке тапсырма беремін, жедел қызметкерлер іздеймін. Кімді іздеп тап деп беріп жатсың? Міне мына көрсетілген адамдарды мен өзім қаулымда көрсеткенмін ғой, көрсеткенмін. Мен осы жерде мен айтқан адамдар бәрі Оқыңызшы, әртістердің бәрін шақырдым мен беттестіруге. мен оқыңызшы, мен жазып қойдым. Қаулы еттім, мен осындай адамдарды қазіргі таңда жеке тапсырма берілген, бірақ ұсталған жоқ деп. Ұсталған бойда жеке банағы Соны тауып берші маған. Мендегі шағым ойставка жүргізіледі деп жазылып берілген. мендегі өтініш хаттың бәрі қанағаттандырылған. Мендегі өтініштің бәрі қанағаттандырылған. Мен сұрап отқан өтінішімді қара міне. Мына әртістермен де кездесіп тұрағанмын. Мына әншілердің бәрі жүр, ешкім іздеудің керек жоқ олар. Қазір несіне кірсең, парақшаларына кірсең, қай жерде шай ішіп отқанда дейін видеоға салып жатыр. Минут сайын, секунд сайын. Оған керегі жоқ сіздің арнайы поручение берудің. Күдіктілер басқадан күдіктілер басқадан Жоқ, сен өтініш қанағаттандырып тұрсың ғой. күдіктілер басқадан Мен сізге күдіктің басқа ма, анау ма, анау емес деп сұраған жоқпын. Қарашы, күдіктілердің арасында Біз кімге ақша беріп, кімнің айтқанын алдандық, сол адамдардың жауабы алуды сұрадық. Беттестіру. беттестіру жасау керек қой. Енді сен беттестіру жасалып сұрап тұрмын ғой сіздер. Адамдар табу керек қой енді. Әртістер Мен жауап жеке берді. бердім ба, бердім. Әртістер емес күдіктілер ояқта. Әртістер Қандай емессің сен? Өтінішіңді онда қанағаттандыруға бастап дейсің онда. Мен оларды шақыра алмаймын деп. Олар күдікті емес. Мен күдікті ма деп тұрған жоқпын. Беттестіру сұра. Күдікті адам өзі ашылады, арты ашылады. Кімнің арасында? Енді күдікті ма, күдікті емес оны сіз қаяқтан білесіз? Мен де білмеймін ғой. Сол үшін беттестіру керек қой сол үшін. Енді сол экономикалық қызметкерлер мен күдіктілер танылған ол кезінде 2000 Жарайды. Енді мен өтінішімді сіз қанағаттандырып тұрсыз ғой. Енді жасамайсың ба? 2 жылдан бері. Күдікті емес, жәбірленушінің арасында. Жәбірленуші ақша толаға емес қылып тұр. Әншілерге емес қылып тұр. Енді әншілер айтып отыр. Ол ақша бүкіл жәбірленушілер сұралды ма? Іс бойынша. барлығы сұралмаған істің қарап көрмейміз. Жәбірленушілер бәріне жауап алды. Ол экономикалық деңгейде алды. Сол жақтар бәріне, әр облыста жүргендердің бәріне жеке тапсырма беріліп, ол алынған. Енді сұрақ туындады бізде. Ақшаны кімге берді? Әншілерге берді. Онда әншілер арасында беттестіру жүргізуді сұрағанбыз. Сіз менің өтінішімді қанағаттандырғансыз. 2 жылдан бері қанағаттандырып бересіз. Сіз айтып отқан жоқсыз. Мен оларды шақыра алмаймын. Өйткені іске қатысы жоқ адам деп тұрған жоқсыз. Сіз айтасыз, өтініш қанағаттандырылсын деп. Содан кейін енді жасау керек қой қанағат. 2 жылдан бері ол өтініш қанағаттандырған кейін неше жылдан кейін ол беттестіріледі. Маған соны айтшы, может, уақыты бар шығар мен білмейтін. Жасаймыз. Жасайын дегенде қай уақытта? Тағы неше жыл күтейін? Қазір осы анда 4 жыл күтіп тұрмын. Мен тағы неше жыл күтейін? Пример сол уақытта келейін мен. Мен қайта айтып келмей ақ қой. 1 жыл деп айтшы. Мен 1 жыл. Итак, 1 ай деп айтты өткенде тергеуші. Мен ана адам іздеуге маған 1 ай уақыт берді. Прокурор 1 ай уақыт берді. Мен 4 ай уақыт бердім. Жарайды, прокурор 1 ай берсе, мен үстіне тағы 3 ай қосып бердім. 4 ай уақыттан кейін келіп тұрмын. Елан не екенін білмейді, қақта екенін білмейді. Прокуратура жұмыс істемеген, мен көріп тұрмын.
сіз не дейсіз маған айтшы? Сізді қанша күтейін мен? Сіз мемлекеттен айлық алып отырсың ғой? Осы мемлекеттің қызмет сізді кәдімгідей тергеуші деп тағайындап отыр. Іс бойынша жәбірленушілер көп, солардың жауаптарын толықтай оқып шығайын, араларында жетіп бағанағы Екшілік жасау керек болады шыққанда. Енді мен каждый раз адамның жауабын есіме сақтап алмаймын, дұрыс па? Сақтау керек жоқ. Өтініш хатты қанағаттандырған кезде сіз өзі танысуың керексің. Сол қандай тергеушінің өзі? Кім істей алмаса, прокурор сіздер істей алмайтын болса неге ДВД-ға бермейсіңдер? Білмейтін адамның қолына неге дело бересіңдер? Білмейді ғой, делоның қарсатында оқып 2 жылдан бері. Қараңыз, 1-ші қыркүйек па немесе 31-ге дейін уақыт жете ма танысып алды? Іспен кел, бірге келіңіздер. Маған ше? Тергеушімен бірге қабылдайын. Мен сізге де, мына тергеушіге де сеніп тұрғаным. Маған қазір прокурорға айтып хабарландырып келіп тұрғаным. Өйткені мен сізге келіп, 4 ай бұрын келгем, сіз қолыңыздан ештеңе келмеді, ештеңе істей алмадыңыз. Заңның орынбасарымын деп айттыңыз бұл видеода, бірақ қолыңыздан түк те келмеді сіздің. Бір айналдырған 2 тергеушіні басқара алмадыңыз. Сондықтан мен сізге сенбеймін, қазір мына прокурорға айтыңыз, мен келіп тұрғаным, хабарлаңыз. Мен тергеушіге де сенбеймін, тергеуші қолына келмейді, ол ештеңе істей алмайды. Ол 4 жыл істемеген адам, ол бүгін 2 жыл істемеген адам 2 күнде істейді, мен 2 айда істейді деп айтамын. Сондықтан мен сенбеймін. Сіздер маған несі ережесі, мен айтсам, мен орнымен айтады, мен артында қаншама халық тұр аманаттаған. Сіздер мені түсініңіздер. Мына жерде мен бір спектакль қою үшін келіп отырған жоқпын. Мен кәдімгі шырылдаған халықтың жан айқайын айтып келемін, сізді кәдімгі тергеуші деп мен қабылдап тұрмын. Мен алаяқтардың қатарына қосып отырған жоқпын сізді. Кәдімгі мемлекеттің арнайы тағайындаған адамы деп отырмын. Бірақ енді сіз неге осылай шырылдап жатқан, өзі күйіп жатқан халықты одан сайын күйттіріп жатсыз? Енді келіп тергеуге келіп тағы 2 жылдап күту не үшін керек оларға? 6 миллион салған адамдар бар ішінде алданған, 5 миллион салған адамдар бар шырылдап жатыр. Олардың күнде ұйықталмай жатыр. Маған жазады, мен не айтамын бұларға? Айтшы маған тергеушісі, адами тұрғыда сөйлесейікші енді былай. Менікі дұрыс емес болса, адвокат қуып тұрсың мына жерде. Әдейі сіз осы деп айттым ғой сізге, қайталап айта беріңіз. Айттым, қанша уақыт керек екенін. Болмаса ертең келіңіз деп тұрмын. ертең не істейміз? Келіңіз, оны толықтай жауаптардың бәрін көріп шығып, кімге ойшылап жасау керек, кіммен жасамау керек, толықтай бәрін бірге қарап шығамыз. Сіз ақыры осы іспен қорғаушы болсаңыз, жәбірленушілерді. Маған жіберіп жатсың ғой, менің WhatsApp-ымда тұр ғой, сенің жіберген өтініш хатыңды қанағаттандырдым, жалобымды ала салшы деп, прокурорлар жүз шықты маған, ала салшы жалобаларын деп. Алғандарым да болды, алмағандарым да болды. Енді содан кейін де кішкене түсінуге болады ғой адам деген. Біз Медеудан прокуратураға келгенбіз, өзіміздің 2 бірдей қылмыстық ісіміз болған, біреу 19 жылы, біреу 20 жылы қозғалған қылмыстық істер. Яғни біз жәбірленушінің мүддесін қорғап, осы 3 жыл 4 жылдан бері осы Медеуданның полиция басқармасын тоздырдық. Өкінішке орай біздің істеріміздің барлығы тергеу органдарымен беттестіру әрекетін жүргізуді, жауап алуды деген сияқты өтініштер қойғанбыз. Біздің өтініштердің бәрі тергеумен қанағаттандырыла береді, бірақ өкінішке орай тергеу амалдары жүрмей жатыр. Біз енді осыны бұған дейін осы сәуір айында мен прокурорға келгенмін. Өше прокурордың көмекшісі орынбасары қабылдаған. Сол 1 ай уақыт беруді сұраған. 1 айдың ішінде біз бұл 2 іс бойынша өзіміз процессуальный шешім қабылдап бір жағына шығарамыз деген. Өкінішке орай 1 ай емес 4 ай уақыт өтті. Жаңа орынбасары шықты сыртқа бізбен, бірақ өкінішке орай ешқандай тергеу амалдарын жасам, бірде-бір беттестіру немесе жауап алу әрекеттер болған жоқ. Не себептен жасалмады деген сұраққа ешқандай жауап бере алмады. Одан кейін прокурор жаңағы жұмысқа келді. Жұмыста біз прокурор келген кезде прокурорға біз өзінің қабылдауына келіп тұрғанымызды хабарлап айттық. Иә, қазір шақырамын деді. Міне қазір 2 сағаттан астам уақыт болды. Прокурор әлі бізді өзінің қабылдауына шақырған жоқ. Яғни кабинетке кіріп алып, қазір отыр тығылып. Не істеп отқанын білмейміз. Бізді қазір қабылдаймын деп айтқан, күтіңіздер деп. Міне қазір хабарласақ күтсін деген ғана жауаптар алып жатырмыз. 2 сағаттан асып баратыр. Біз әлі күтіп отырмыз, бірақ өкінішке орай прокурор кабинеттен шықпай тығылып отыр. Сондықтан енді мен прокурорға айтқым келеді, мына істі өзіңіз қадағалауыңызға алыңыз, мына ісімізді аяғына дейін жеткізуге пәрмен беріңіз. Өйткені сіздің орынбасарыңыз жұмыс жасамайды. Ол орынбасардың сөзі тергеу органдарына жүрмей ма, білмеймін, әлде өзінің жұмысына немқұрайлы қарай ма, білмеймін, орынбасарлардың ешқандай жұмыс жасамайды. Помощниктері екібастан жұмыс жасамайды. Тергеу органдары тағы жұмыс жасамайды. Прокурор, мен сізге айтқым келеді, осы істі өзіңізді қадағалауыңызға алыңыз, бақылауға алыңыз, істі аяғына жетуге өзіңіз қадағалап жеткізіңіз деп айтқым келеді. Алдағы уақытта сіздерге қайта келеміз. Әлде де бұл істің аяғына дейін шешім қабылданғанға дейін біз өзіміздің бақылауымызда ұстап отырамыз.
қазір енді амал жоқ, прокурор кабинетінен тығылып шықпағандықтан біз енді өзіміз кері қайтуға мәжбүр болып отырмыз. Өздеріңіз көргендей аудан прокуроры емес, оның орынбасары шығып қабылдап берген жауабын көрдіңіздер. Алдағы уақытта өзінің қадағалауында ұстайтынын айтып уәдесін берді. Біздің жариялайық бағдарламасы да бұл істі өз қадағалауында ұстайды. Рахат Қосай, Мадияр Ермек, Заңлаев арнасы.